Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Мен Жүсіпова Ләззат Бегімбетқызы, нөмірі 82-ші орта мектептің биология пәнінің мұғалімі. Бүгін сіздерге ұсынатын сабағым 8-ші сынып биология пәнінен көру мүшесінің құрылысы мен гигиенасы. Сабақтың оқу мақсаты көруді қабылдаудың ерекшеліктерін зерттеу және көру гигиенасының ережесін сипаттау. Бағалау критерийлері көру мүшесі арқылы қабылдау ерекшеліктерін сипаттайды. Көру мүшесінің құрылысы мен қызмет арасындағы байланысты айқындайды. Көру жіті мен көру аймағының шегін анықтап, көрудің маңызы мен гигиенасын түсіндіреді. Бүгін сабақта не үйренеміз, балалар? Адам баласы қоршаған ортаны сезім мүшелері арқылы қабылдайды. Сезім мүшелері: көру, есту, иіс сезу, дәм сезу, сипап сезу. Көру арқылы қоршаған дүниеден 80-90%-дан астам ақпаратты алады. Көру арқылы оқу мен жазуды үйренеді. Адам үшін сыртқы дүниені тануда сезім мүшелерінің ішінде көрудің маңызы өте ерекше рөл атқарады. Олай болса, көздің құрылысы мен көру қабілеттілігіне байланысты құбылыстарды оқып үйренейік. Көру мүшесі көз алмасы мен қосымша бөліктерден тұрады. Қосымша бөліктерге қас, жас безі, көз алмасының қимылға келтіретін бұлшықеттер, кірпік, жас каналының саңылауы, жас каналының өзегі жатады. Қабақ пен кірпік көзді шаң тозаңнан, жарқыраған жарықтан қорғаса, қас маңдайдан аққан терді көздің ішіне жібермей ұстап қорғайды. Бұлшықеттер көз алмасын жоғары төмен, ішке сыртқа қозғалтады. Жас бездерінен ұдай сұйықтық бөлініп тұрады. Жас бездері көзге түскен микробтарды, бөгде заттарды жояды, көзді ылғалдайды, жылытады. Көздің құрылысында көз алмасы 3 түрлі қабықтан тұратын шар тәрізді мүше. Көз алмасы көзді солға, оңға, жоғары төмен қозғалуын қамтамасыз ететін көз шарасына орналасқан бұлшықетті дене. Көз алмасы өзіне тән 3 бөліктен тұрады: ақ қабық, тамырлы қабық, торлы қабық. Көз алмасына пішін беретін сыртқы қабығы қалың әрі тығыз дәнекер ұлпасынан тұратын бұл ақ қабық. Ақ қабықтың алдыңғы жағында мөлдір әрі дөңес қасаң қабық орналасқан. Ақ қабықтың қызметі көз алмасына пішін беріп тұрса, қасаң қабық көзге жарық сәулесін өткізеді. Ортаңғы қабаты тамырлы қабық. Тамырлы қабық қан тамырларға бай, сондықтан да бұнда қан тамырлар көп болғандықтан көзді қоректік заттармен, оттегімен қамтамасыз етіп тұрады. Тамырлы қабықтың алдыңғы жағында нұрлы қабыққа айналған. Бұл қабық пигменті көздің түсін, яғни қара, қоңыр, көк, жасыл түсті анықтайды. Нұрлы қабықтың дәл ортасында қарашық деп аталатын тесік болады. Қарашық арқылы көздің ішіне жарық сәулесі өтеді. Жарық егер мол түссе, қарашық кішірейеді, ал жарық аз түссе, қарашық ұлғаяды. Келесі 3-ші қабаты бұл көздің ішкі қабаты. Ол торлы қабық деп аталады. Торлы қабық алдыңғы ақ қабық пен тамырлы қабыққа қарағанда құрылысы күрделі болып келеді. Онда жарыққа сезімтал рецепторлар, құтышалар мен таяқшалар орналасқан. Құтышалар дегеніміз жарық пен түрлі түсті анықтайтын рецепторлар, ал таяқшалар қас қарайғанда көру рецепторлары. Сондықтан таяқша тәрізді жасушалар арқылы адам түнде, қараңғы ымыртта жақсы көреді. Құтышалар мен таяқшалар тор қабықта орналасу біркелкі емес. Көздің тор қабығында қарашыққа қарама-қарсы орналасқан құтышалардың көп шоғырланған жері сарыдақ деп аталады. Ал көздің тор қабығындағы көру жүйкесі шығатын жерді соқырдақ деп атайды. Бұл бөлігінде жарық сезетін жасушалар мүлдем болмағандықтан жарық сәулесі қабылданбайды. Көздің енді оптикалық жүйесін қарастырайық. Көздің оптикалық жүйесі 3 бөлікке бөлінеді. Алдыңғы камера, көзбұршақ, шыны тәрізді дене. Қасаң қабық пен нұрлы қабық арасындағы дөңес кеңістікті
алдыңғы камера деп атайды. Ол соққы кезінде көздің ішкі бөліктерін қорғап сақтайды. Негізгі қызметі көзге пішін беру. Жарық қарашығы арқылы көз бұршаққа түседі. Көз бұршақ дегеніміз екі жағы дөңес, линза тәрізді мөлдір денешік. Ол жарық сәулелерін өткізіп қана қоймайды, оларды фокустайды, яғни жинақтайды. Көз бұршақтан кейінгі үшінші оптикалық жүйе шыны тәрізді дене. Шыны тәрізді дене мөлдір. Бұл жерде ешқандай қан тамырлар болмайды, іркілдек зат. Шыны тәрізді денені желеге ұқсайды. Шыны тәрізді дененің қызметі көзді дөңгелек ету. Адамның көру қабілеті жасы өскен сайын өзгеріп отырады. Көрудің басты сипаттамасының бірі көру өткірлігі. Ол көзді ұсақ заттарды ажырату қабілеті. Адамдарда көбінесе жақыннан көргіштік сығырлық және алыстан көргіштік қырағылық сияқты көрудің бұзылуы кездеседі. Жақыннан көргіштік туа біткен немесе жүре пайда болуы мүмкін. Бұл әсіресе оқушылардың арасында жиі кездеседі. Жақыннан көргіштік кітапты жатып оқудан, көліктің ішінде оқудан, жарық нашар түсетін жерде оқудан, тым үлкен теледидар мен ұялы телефонды өте жақыннан көруден пайда болады. Бұл кезде алыстағы зат бұлыңғыр көрінеді, яғни адам ол заттың қандай екенін ажырата алмайды. Алыстан көргіштік қарт адамдарда жиі кездеседі. Мысалы, 45-50 жастағы адам 33 см жердегі затты жақсы анық көрсе, 70 жасқа келгенде ол заттар бұлдырап, анық көрінбейді. Яғни көзілдіріктің көмегіне, әртүрлі линзалардың көмегіне жүгінеді. Бұл жағдайда көзбұршақтың пішіні өзгеріп, төмендейді. Алыстан көргіштік қалыптасады. Көздің бірнеше аурулары бар. Соның ішінде өте сирек кездесетін көз ауруы далтонизм. Далтонизм ауруын 1724 жылы Джон Далтон деген ағылшын химигі анықтағандықтан ғалымның құрметіне далтонизм деп атаған. Бұл ауру түсті ажырата алмау, яғни тұқым қуалайтын ауру. Адам бұл ауру кезінде қызыл, жасыл түстерді, кейде жеке түстердің де реңін ажырата алмайды. Және көз ауруларының ішіндегі ең жиі кездесетін жұқпалы ауру конъюнктивит, көздің қарығуы. Бұл кең таралған жұқпалы ауру. Ол сілемейлі қабықтың қасан қабығының жоғары қабатындағы бактериялармен қабынуы. Тек бактериялармен ғана емес, вирустармен де, шаң тозаңдармен де қабынуы мүмкін. Және конъюнктивит ауруына дәрі-дәрмектердің, кейбір гүлдің тозаңдарының, химиялық заттардың да әсер етуі мүмкін. Адам баласының да көз адамның маңдайындағы жарық жұлдызы десек, оны қорғай білуде абзал. Сондықтан да көзді жақсы сақтау үшін, оның көру өткірлігін үнемі дұрыс бақылап отыру үшін көптеген ережелерді білуіміз керек. Атап айтсақ, көзге бөгде денелердің түсуінен, зақымданудан қорғау керек, жарықтың режимін реттеп отыру керек. Кітап оқыған кезде жатып оқуға болмайды. Жарық кітап оқыған кезде сол жақтан түсу қажет. Теледидардың көру ұзақтығын да шектеу керек. А дәруминіне бай тағамдарды, балық, ет, жұмыртқа, сүт тағамдарын жиі пайдалану керек. Ақыл еңбегі мен дене еңбегін кезектестіру керек. Темекі тарту, алкогольді ішімдіктер ішуде зиянды әсер етеді. Көзге химиялық қышқыл, сілті, бөгде заттар түскен кезде оны ағынды сумен жуып, таза жұмсақ матамен сүрткен абзал. Енді балалар, бүгінгі көздің құрылысы және оның гигиенасы деген тақырыбымыздың толық түсінсек, осы өтілген сабақ бойынша тапсырмаларға жауап берейік. Мінекей алдарыңызда көздің құрылысы берілген. Осы бос орындарға көздің бөліктерінің дұрыс ретін орналастырамыз. Енді балалар, дайын жауап үлгісімен тексерейік. Көздің құрылысы алдарыңызда тұрғандай тамырлы қабықтан тұрады. Алдыңғы бөлігі нұрлы қабық және алдыңғы камера орналасқан. Хрусталь тәрізді бөлікті көз бұршағы дейді екен.
Сыртқы қабығы ақ қабық болып есептеледі және ортаңғы бөлігі шыны тәрізді іркілдек дене. Одан кейін торлы қабық келеді және көздің жалпы құрылысы осы негізгі бөліктерді құрайды. Келесі тапсырма балалар, көздің құрам бөліктері мен қызметтерін сәйкестендіреміз. Сол жақ бағанада көздің құрам бөлігі жазылған, оң жақ бағанада көздің қызметі жазылған. Енді біз осы сәйкестендіру тестін қарап отырып, дұрыс реттілігін табамыз. Енді дұрыс жауап үлгісіне назар аударайық. Көз бұлшықеттері көзді қимылдатады, дұрыс айтасыңдар. Қабақ пен кірпіктер көзді терден, ылғалдан қорғайды, дұрыс айтасыздар. Жас бездері көзді ылғалдап тұрады және үнемі сұйықтық бөледі. Тамырлы қабық қан тамырларға бай болғандықтан қоректік затпен не істейді? Оттегімен қамтамасыз етеді, дұрыс. Нұрлы қабық көзге қызыл, қоңыр, жасыл, көк түс беретін пигмент орналасқандықтан көзге түс береді. Ал көз бұлшықеттері болса, көзді оңға, солға, жоғары, төмен не істейді екен? Қимылдатады екен. Жарайсыңдар балалар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды қорытындылаймыз. Назарларыңызға рахмет.